Құдай бір айналдырса шыр айналдырады деген сөз дәл маған арналып айтылғандай сезіледі кейде. Менің басыма түскен сан ауыртпалықтарды санап та айтып та бітіре алмасым анық. Төсек тартып ауырып жатқаныма бірнеше айдың жүзі болды. Негізі ес біліп етек жеңімді жинағалы аурудан көз ашпағанмын. Бірақ үйде жатып немесе ауруханаға түскен кезім болған емес. Жеңіл-желпі ауырып бір апта өтпей жүгіріп кететінмін. Соңғы уақытта ауруымның асқынып кеткені күйеуіме байланысты. Жас кезімде шашы қалың, қасы көзі қиылған нағыз сұлудың қатарынан болдым. Соңымнан ерген жігіттердің қарасы көп. Бірақ мен жігіт атаулыға қызықпадым. Бар білетінім жоғары оқу орнына түсу. Оқу бітірген соң қалада қалып, шетелдік компанияға жұмысқа тұрдым. Есеп-қисапқа жүйрікпін. Бірнеше тілде еркін сөйлей аламын. Жұмыста қиындық туған жоқ. Дегенмен өмірлік есебім дұрыс болмады. Өзге тілдерді түсінсем де, өз ана тілімде сөйлейтін жанның тілін түсінбедім. Болашақ күйеуіммен алғаш кездескен күннен бастап бірден шүйіркелесе кеттік. Ол біздің жұмысқа Қызылорда қаласынан ауысып келді. Өзі ғалымдардың отбасынан шыққан, Мәскеуде білім алған. Бір қызығы, өзін шетелдіктер сияқты ұстағанымен қазақ фольклорын жақсы біледі. Газет-журналдарға мақала жазып тұратын. Әлеуметтік желілерде де белсенді еді. Ал домбыраның құлағында ойнайтындығын көргенде жүрегім дүрсілдеп қоя берді. Оған ессіз ғашық болып қалдым. Бірақ менің қазақ әдебиетінен де, музыкадан да хабарым жоқ. Өзін ұнатып, қалғанымды сезіп бір күні мені кездесуге шақырды. Сол күннен біздің қол ұстасып көңіл қосқан күндеріміз басталды. 2 жыл жүріп, бір-бірімізге бауыр басқан соң, отбасы болуға шешім қабылдадық. Некеміздің алғашқы жылдары бәрі жақсы болды. Күйеуіммен қалаған барлық заттарды алып беріп, қабағыма қарап жүрді. Алайда бірінші баламыз дүние есігін ашқаннан бастап, оның мінезі өзгере бастады. Менің істеген ісімде, сөйлеген сөзімде жақпайды. Түнімен әлеуметтік желіде қыздармен хат жазысатын да байқап жүрдім. Инстаграмдағы жазғыш қыздарға тамсанып отырады. Жазбаларын маған оқып береді де. Бұл менімен бірге жұмыс жасайтын қыздың жазбасы. Сені осылай жаза аласың ба? Қайдам? Сен өміріңде бір кітапты оқып аяқтамағансың ғой деп тілмен түйреп өтеді. Оның экранның артындағы өмірге беріліп кеткені сонша мені елеуді қойды. Бір дастархан басында отырып сөйлеспейміз. Қолынан телефоны түспейді. Көрген баққаны әдебиетші қыздардың посттарын оқу. Осылай күніміз өте берді. Сол аралықта мен екінші балама жүкті екенімді білдім. Ұлымнан соң бір қыз тусам деп армандап жүретінмін. Құдай тілегімді қабыл алғанына шын қуандым. Күйеуіме бұл жаңалық жағымды болмады. Оның түнерген түрін көріп алғашқы рет қатты қорықтым. Бірнеше апта өткен соң қолымның терісі өзінен өзі ағара бастады. Дәрігерге қаралғанда бұл алапес ауруының белгісі екенін айтты. Мұндай аты жаман ауруға шалдығамын деп үш ұйықтасам түсіме кірмепті. Аурудың атын естігенде есеңгіреп қалдым. Ал дәрігер болса сөзін жалғастырып жатыр. Сөзінің арасында жақында күйзеліске түстіңіз бе деп те сұрап қояды. Себебі бұл аурудың пайда болуына бірден бір себеп күйзеліс екен. Отбасымдағы жағдайды жалпақ жұртқа жариялағым келмеді. Сондықтан
Жоқ деп қысқа қайырдым. Әрине, маманды алдай алмайсың. Көзінен бәрін ұққанын байқалып тұрды. Қабылдаудың соңында күйзеліске түсіретін жайттардан аулақ болуға шақырды. Үйге оралып, күйеуіме болған жайттың бәрін түгел баяндадым. Ойым, өзінің де кінәсі бар екенін сезінсін дедім. Алайда оның жүзінен өкінген кейіп байқалмады. Мінезі түзелер дегенім бекер екен. Керісінше, осы оқиғадан соң үйге қонбауды әдетке айналдырды. Ал менің ай-күнім жақындап қалған. Бір күні жұмысыма барып білмекші болдым. Оның жұмысы үйімізге жақын маңда. Жұмысына барғанда күйеуімнің бір сылқыммен қол ұстасып тұрғанын көріп, жүрегім бір сәтке тоқтап қалды. Қасына жетіп барып, ұрыс шығаруға дәрменім болмады. Не де болса күннің батқанын, оның жұмыстан шыққан сәтін күттім. Кешке дейін көңілім бір жамандықты сезердей алабұртып тұрды. Кеш те батты. Ол бағанағы қызбен қол ұстасқан күйі жұмыстан шықты. Олардың арттарынан жүріп, жалдамалы пәтерлердің қасынан бір-ақ шықтым. Жоғарыға көтерілді. Мен де ілесіп отырдым. Бір пәтердің есігін ашып, ішке кірді. Мен де жалма-жан есіктен кіре бере сілейіп тұрып қалдым. Бұл оның ашынасы екеуінің баспанасы екен. Қолымдағы заттармен ұрдым келіп. Өзім соңынан тауып қалдым. Көзімді ашсам, аурухана палатасында жатыр екенмін. Жағдайым нашарлағанда, дәрігерлер мені уақытынан бұрын кесір тілігі арқылы босандырып алыпты. Өзім аман қалғаныммен баламның көрер жарығы жоқ екен. Оның қыз екенін естіп, одан бетер қайғы жұттым. Ауруым асқынып, жатырымнан қан тоқтамай ақты. Өміріме қауіп төнген соң дәрігерлер жатырымды алып тастады. Қазір ауруханадан шығып, үйде ем қабылдап жатырмын. Біреудің демеуінсіз орнымнан тұра алмаймын. Балам ата-анамның қолында, өздері бас-көз болып жүр. Артыма қарасам, өмірімнің қуанышты сәттері болмағандай. Маған арнап домбырамен ән салғаны, қолымнан ұстаған күні бақыттан жүзі бал-бұл жанғаны, некемізді қиған күні, шымылдықты ашқан сәттегі ұялғаны, бәрі түс секілді. Күйеуім бірінші болып өзі ажырасуға арыз жазды. Мен де қарсы болмадым. Екеуміз екі бөлек кеттік. Күнде осы жағдайға қалай жеттік деп ойланамын. Бәріне әлеуметтік желі себепші ме? Бәлкім, басқа себебі де болар. Бірақ Инстаграм, Фейсбуктағы жалт-жұлт еткендерге қызығып, қаншама еркек жандағы жарынан баз кешіп жатқанын көріп те, естіп те жүрмін. Біреудің өміріне қызығамыз, ал оның шын өмірі қандай екені перденің артында ғой. Ол біз ойлағандай керемет болмауы мүмкін. Әлеуметтік желі біздің шүкіршілігімізді жоғалтатындай. Соңғы бір аптада мен осыны аңғардым. Өзге әйелдер дәл мендегі күйді кешпесін. Ерлері қосағаның өмірін қор қылмай тұрып ойланса екен деп тілеймін.